Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 93 сабақ санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептер. Бірінші есеп сурет бойынша сұрақтарға жауап бер. Шаршылар нешеу, үшбұрыштар нешеу? Шаршылар 2, үшбұрыштар 8. Үшбұрыштар қанша болса, шаршыларда сонша болу үшін 2 шаршыдан неше рет алу керек? Шаршылар қанша болса, әр топта сонша үшбұрыш болатындай етіп, үшбұрыштар санын неше топқа бөлуге болады? 8-ге 2 бөлеміз, тең 4. 2 2-ден 4 топқа бөлеміз. Екінші есеп есепті шығару үлгісіне қара. Жандос кітапханадан 6 кітап алды, ал Самал одан 3 есе кем кітап алды. Самал кітапханадан неше кітап алды? Жандос 6 кітап алды, ал Самалдың қанша кітап алғаны белгісіз, одан 3 есе кем деп тұр. Шешуі 6-ны 3-ке бөлеміз, тең 2. Жауабы 2 кітап алды. Үшінші есеп есепті шығар. Әлима інісіне 6 сурет дәптерін және одан 2 есе артық қарындаштар сатып әкелді. Әлима інісіне неше қарындаш сатып әкелді? Әлима 6 сурет дәптер екен белгілі, ал қарындаш саны белгісіз. Қарындаш 2 есе артық деп тұр. 6-ны шешу, 6-ны көбейтеміз 2-ге, тең 12. Жауабы 12. Әлима інісіне 12 қарындаш сатып алды. Төртінші есеп. Олжас кеше 4 есеп, ал бүгін одан 2 есе артық есеп шығарды. Олжас бүгін неше есеп шығарды? Олжастың 4 есеп шығарғаны белгілі. Бүгін қанша есеп шығарғаны белгісіз, 2 есе артық деп тұр. Демек, біз 2-ге көбейтеміз. 4-ті 2-ге көбейтеміз, тең 8 болады. Жауабы Олжас бүгін 8 есеп шығарды. Бесінші есеп. 10 бөлінген 5 өрнегінің мәні 10 бөлінген өрнегінің мәнінен неше бірлікке кем? 10 бөлінген 5 өрнегінің мәні 10 бөлінген өрнегінің мәнінен 3 бірлікке кем. 3 көбейту 5 өрнегінің мәні 3 көбейтілген 4 өрнегінің мәнінен неше бірлікке артық? 3 көбейтілген 5 3 көбейтілген 4 өрнегінің мәнінен 3 бірлікке артық. Алтыншы есеп. Өрнектердің мәнін тауып, олардың грем цифрларымен жаз. 8-2 көбейтеміз 16. 4-ті 3-ке көбейтеміз 12. Жақша ішінде 12 азайту 9 көбейтілген 4 тең. 12-ден 9 азайтсақ 3, 3-ті 4-ке көбейтеміз, тең болады 12. 10-ды көбейтеміз 1-ге, азайтамыз 7 тең. 10-ды 1-ге көбейтсек 10-ның өзі, 10-нан 7-ні азайтамыз, тең 3 болады. 12-ні бөлеміз 3-ке, көбейтеміз 2 тең. 12-ні 3-ке бөлсек 4, 4-ті көбейтеміз 2-ке, тең 8. 5-ті 2-ке көбейтеміз, қосылған 1 тең. 5-ке 2-ні көбейтсек 10, 10-ға 1-ді қосамыз, тең 11 болады. Жетінші есеп. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. 4-ті 4-ке көбейтеміз, қосамыз 37, тең. 4-ке 4-ті көбейтсек 16, 16-ға 37-ні қосамыз, тең 53 болады. 5-ті 4-ке көбейтеміз, қосамыз 49, тең. 5-ті 4-ке көбейтеміз 20, 20-ға 49 қоссақ 69. 18 бөлінген 3 көбейту 5 тең. 18 3-ке бөлсек 6, 6-ны 5-ке көбейтеміз, тең 30 болады. 27 бөлінген 3 көбейту 1. 27-ні 3-ке бөлеміз 9, 9-ды 1-ге көбейтеміз, тең 9-дың өзі болады. 8-ші есеп есепті шығар. Мақпал 4 жұмбақ, ал Шыңғыс одан 2 есе артық жұмбақ жасырды. Шыңғыс неше жұмбақ жасырды? Мақпал 4 жұмбақ жасырғаны белгілі, ал Шыңғыстың неше жұмбақ жасырғаны белгісіз, одан 2 есе артық деп тұр. Демек, 4-ті көбейтеміз 2-ге, тең 8. Жауабы 8 жұмбақ. Шыңғыс 8 жұмбақ жасырды. 9-ші есеп. 15 пен 100 сандарының арасында 9 саны неше рет бар? 15-тен 100-ге дейін санасақ 9 рет кездеседі. Бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Сонымен сау болыңыздар. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.